Сәлем баршаңызға достар, мен сіздермен бүгін құралай сіздерге әдеттегідей үйдің ауласында өсіп тұрған кабачкиімді жинап алдым дағыны. Осындай түсі де керемет, дәмі мүлдем ерекше осындай кабачковый икра әзірлеуді жөн көрдім. Аулада өсіп тұрған кабачкиім. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп өтіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Осылай кабачкиімізді бақшада өсіп тұрған теріп алдымдағыны 3 түрлі дәм беріпті. Бұл жолы осылай жинап алдымдағыны жақсылап жудым. Тазалап, сыртын жуып алып келдімдағыны. Осылай керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырып өттім. Керек көкөністердің бәрін жуып тазалап кабачкиіме кірістім. Кабачкиімді сыртын осылай аршығандарыңыз дұрыс болады. Кейбіреулер аршымай да сала береді. Аршығандарыңыз дұрыс, себебі кабачковый икраны қуырған кезде бір дәм береді, қышқылдау дәм береді. Сондықтан сол дәм болмас үшін осылай сыртын мейлі бақшаларыңызда өссін, мейлі дүкеннен сатып алыңыздар, аршығандарыңыз дұрыс болады. Осылай жақсылап аршып алған соң 4 бұрышты етіп майдалап туралап шығамыз кабачкиімізді. Міне осылай 4 бұрышты етіп майдалап туралап шықтық. Жуамызды, пиязымызды алып, оны да туралап майдалап 4 бұрышты етіп тураладым. Сәбізімізді терка үккіштің үлкен көзінен, ірі көзінен өткіземіз. Қызып тұрған қазанымызға 1 пиалай сұйық майымызды құямыздағыны. Қызып тұрған майымызға осылай сәбізімізбен пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз, қуырамыз. Осылай қуырып аламыздағыны. Шетін бұлай бөлігін ашамда, майдың үстіне чеснок, сарымсағымыздың майдалап тураланғанын салып, жіберіп, ары қарай жақсылап араластырамыз. Араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа жай баяу отта қойып қоямыз. Осылай өздігімен пішірлап, әдемелеп, тұмшаланып, буда көкөнісіміз өзінің түсін береді. Тұз, шекер, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз дағыны. Томатный паста, қызылша пастамызды 2 ас қасығын салып араластырып, кабачковый 4 бұрышты туралған көкөнісімізді саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Араластырған соң достар, су құймаймыз, помидор қоспаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі түс береді. Міне өзіндік соғы шығады. Осылай араластырып, бетін жауып 30 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. Дәмі де, түсі де керемет болып, міне уже кабачковый икрамыз дайын болуға шақ қалды. Осылай езіліп әдем болып шығады. Оны ары қарай блендермен осылай үстінен пюре түріне дейін жеткіземін. Осылай пюре етіп, езбесін дайындап алып, отқа тағы да қоясыздар. 10 минутқа бір рет қайнатып, үстінен осылай қайнаған икрамыздың үстінен 9% сірке су қышқылын құйып жібереміз 1 ас қасықпен. Міне осылай құйып араластырамыздағыны, тағы да бір рет қайнатып өшіреміз астын. Икрамыз дайын болды достар. Алдын ала қыздырылған банкімізге осылай мөлшерлеп, банкіні кішкентай көлемін алсаңыздар жөн болады. Осылай құйып, жауып, банкінің крышкасын қысқа сақтап қоямыз. Кез келген уақытта ашып, нанға жағып, тойымды, пайдалы, өте дәмді болып шығады. Достар,
міндетті түрде жасап көріңіздер осындай рецептпен. Ең бастысы қолжетімді азық-түліктен жасалынады. Дүкендегіден де өте дәмді болып шығады.